Клубқа жазыламын деушілерге ешқандай шектеу жоқ. Тіл үйрету сабақтары бірнеше бағытты қамтиды. Ең бастысы еркін сөйлеуді үйрену. Себебі бүгінде тілді түсініп тұрса да қазақша сөйлеуден жасқанатындар көп дейді ұйымдастырушылар. Көбінесе клубта практикалық жұмыстар жүргізіледі. Себебі мысалы бір грамматикалық қателер болса адамда, яғни ол осы жерде басқа адамдармен қарым-қатынас жасау үшін соны дамытып сөйлейді. Және де мысалы жалпы сөйлеу клубында бізде тақырыптарға бөлінген. Мысалы танысу, отбасы, денсаулық, ауа райы және де жеңілден ауырға тақырыптар арқылы біз сөйлеу клубында сөйлейміз. Клубқа қатысамын деушілердің бірі Алина Кубинская. Ол Қазақстанда дүниеге келсе де мемлекеттік тілді әлі күнге дейін жетік меңгермеген. Сондықтан осындай клубтың ашылуы мен сияқты жастар үшін үлкен мүмкіндік дейді ол. Қазақша түсінсем де еркін сөйлеуге қымсынамын, бір кедергі бар сияқты. Сондықтан осы клубқа жазылдым. Алдағы уақытта мұндағы сабақтардың бірін қалдырмай қатысып, мемлекеттік тілді жетік меңгергім келеді. Клубқа қатысушылар жас ерекшеліктеріне байланысты 4 топқа бөлінеді. Сондай-ақ барлығына ыңғайлы болу үшін сабақ аптасына 1 рет сенбі күні жүргізіледі дейді клуб жетекшісі. Ұмсындық Наурызбаева, Әлішер Шакубаев, Көкше ақпарат.